Міне достар, Досмарттағы кэшбэкті бірінші өзімізге аударамыз. Сосын Каспи Голдтағы карточкаға түсіреміз. Ол үшін мынандай соттыңызда приложение болу керек, или Google'дан кіре бересіз. Google'дан. Міне айтуға кіреміз. Приложенияға кіреміз. Міне мына приложениені таңдаймыз. Мынау қалайсын? Міне осының ішінде бәрі бар. Новогодний розыгрыш. Айтпақшы, мен новогодний розыгрышты бүгін ойнаған жоқпын. Бір ойнап қойайын. Елочканы ұрып, ә? Мүмкін бірдеңе ұтып алармын. Опа! Поздравляем! От партнер Финдетки 35% скидка берді маған. Мына жерде менің призыларым шықты. Осының бәрін қолдану керек. 30 мың теңгеге покупка жасасам, 30 мың теңге жаңа анау короче 3 мың теңге тегін береді деген сияқты. Мындай Меркура дейді. Какой-то бір промокодтар. Мен жаңаға кірейік міне. Міне, менде қазір 879 теңге бар. Досмарттан. Соны вывести деймін. Балансқа жібермеңіздер. Мынаған жіберіңіздер. Меломанға да жіберудің қажеті жоқ, себебін қолдамайсыздар. Қолданатын адамдар да болады. Не, конвертация жасау дегеніміз, ол ивиге бір ай тегін көресіздер. Алсерға бытовая техника 500 теңгеңізді 5 мың теңгеге ауыстырып аласыздар. Сонымен примерно 50 мың теңгеге затасаңыздар, 5 мың теңге скидка жасап береді. 45 мың теңгеге зат аласыздар сонда Алсерге. Саламбро Шымкенттегі 10% скидка жасап береді сіздерге. Жаңағы Саламбро деген бутерброд анау сататын жер. Проспект Республиканың бойында Саламбро деген 9-ташканың қасында бар осындай тамақтанатын жер. Централ Драйв автошкола. У вас недостаточно средства, қарамаңыздар оған. Достаточно средства болса, сіздер пайдалана аласыздар осыны. Централ Драйв автошколаға 10% скидка. Алсер бытовая техника 200 теңгені 2 мың теңгеге ауыстырасыздар. И Литрес. Литрес деген шықты. Бұл не екен? Көріп алайық. 300 теңгені Досмарттағы промокод 25%-ға на Литреске ауыстыр 31 декабрьға дейін депті. Бұл уже срок өтіп кетті. Керек емес. Так, вернуть дейміз. Жаңа біз темамыз басқа еді. Бәрін түсіндіріп кетті ғой. Міне мен мынаны басам. Міне мен уже айту кошелегімде 231 теңге бар уже. Пополнение картаны баспайсыздар. Міне, бұл істемейді. Пока істемейді бұл. Или осылай да болады. Досмарттан неге ауыстырса болады. Мына жерге номер карта тересіздер. И телефон номері. Евразийский банк и Каспий банк болады. Бұны бірінші біз жаңағы айту кошелегімізге лақтырып аламыз. Міне, Досмарттан айту кошелекке. Міне, аудардық. Статус қаралып жатыр дейді. Спасибоны басасыз. Не, отправляется деп тұр. Бір обновление жасап қоясыздар. Не, әлі обновление болып жатыр. Надан шығып кетесіз. Мына X-ті бас жібересіз. Енді мен мені айту кошелекке өтем, я? Айту кошелекке өтем. Код терем, я? Енді мен кодымды көрсетпей қойын. Кірдім мені. 240 теңге толды менде. Міне историядан көресіз, бәрі тұрады сізде.
міне жаңа 8,79 теңгем не алды түсті. Міне өткенде мен Каспий Голдқа аударып алғам, айту саудадан жаңағы Каспий Голдқа. Дәл осылай міне перевестиді басасыз. По номеру картаны басасыз. 240 теңгені мен Каспий Голдқа аударам. Да, 240 теңге деп жазам. Недостаточно средств нет. Мақыл 200 деп жаза берейін. Так, мынау қуып отыр. В общем, былай. По номеру телефона аударайықшы. Жусамбанк, Сбербанк, Казпочта, Банк Центр Кредит, Банк Фридом Финанс, Банк РБК, АО Фортебанк. Осыларға сіз Каспий айту кошелектегі жиналған балансыңызды осы банктерге ауыстыра аласыз. Егер мынау банктеріңіз болса, Евразийский, Жусан, Сбер, Казпочта, Банк Центр Кредит, Банк Фридом Финанс, Банк РБК, Фортебанк. Түсіндіңіздер ғой, И по номеру карты, то есть Каспий Голдтарыңыздың картасына аудара бересіздер. Түсінікті болды деп ойлаймын. Іске сәт комментарий жазамыз, лайк басамыз. Және де менің каналымды қолдап кетіңіздер, тіркеліп кетіңіздер.